Бәріңе сәлем. Бұл шығарылымды және басқа да жобаларды Easy мобилді қосымшасынан көре аласыздар. Easy бұл сенің ойын-сауық операторың. Бір мобилді қосымшада эксклюзивті видеошоулар, подкасттар және тікелей эфирде үздік артистердің концерттерін көруге болады. Сонымен қатар радио, музыка және жүздеген фильм мен ойындарда осы қосымшада. Барлық контентті Қазақстанның кез келген жерінен көруге болады. Ал осының барлығы су тегін. Қосымшаны жүктеп, контент көру арқылы өзіңе бонус жина. Содан кейін бонустарды гигабайт немесе минуттарға ауыстыр. Қосымшаға тіркел, сәтті қаралым тілейміз. Аниме дүкен. Бұл аниме дүкен, аниме дүкен, біз баяқ сол Жалғас екеміз, Есболат Жалғас. Бүгін бізде қонақта, мен сенің атын білмегем, Ануар екем қатын. Ануар деген жігіт өте әйгілі дейді. Танымайды екен бірақ. Бірінші рет көріп тұрмын. Ануарды шақырған кезде бәрі, жақсы деп бәрі жүгіріп кетті да. Қуаныштымын, бізде алдында өз жағыз қонақ болған Нейтрон. Айбек. Енді біз One Punch Man, Айбек сен білесің бе One Punch Man туралы екен? Бүгін ба One Punch Man туралы ма? One Punch Man туралы мен көргем. Жоқ, One Piece. То есть One Punch Man емес, One Piece. Ой, 4-ші класстан көресің ғой One Piece. Сен көрдің ба Айбек? Өткенде айттың ғой, көрдің бе? Түсірдік қой. Сол сияқты. Бізде бірнеше продюсер бар да, сол мен Ануар шақырғам, кім Айбекті басқа продюсер шақырған. Анау қазақты сөздері қойшы көпесі қоярым дейді. Сонда мен сондай сөздердің тарихын елестеткен жақсы көремін да. Бір қойларды бағатты өзінің жайлайтын жерлеріне. Сонда бір шұңқыр бар екен. Постоянно сол жерден өтеді екен да, бір қойды, мұтшақ қойды көтеріп лақтырды да ар жаққа. Сонда екінші қой баққан ғой, екінші қойшы баққан ғой жаңа қойларды. Сол кезде шұңқырдың барын білмей, мұтшақ қой ұлыққан ғой. Сол кезде бірінші қойшы кеп жылап жатқан, кешірім сұрап, бүйтіп өліп бара жатты. Сен адам емес екенсің, неге мені сен бүгін бақпадың деп айтқан ғой. То есть сондай историяны шыққан сияқты. Сол туралы аниме түсірілсе бір андай көп қойшы бірақ атар қойдан. Көп қойшы бар, сол туралы аниме деп төбелеседі, там неше түрлі экшн. Кім болады екен деп. Қой бағудың андай нелері болса, аниме қой бағу туралы. Андай кулинария туралы аниме бар ғой, сол сияқты. Нағыз қазақтың анимесі болады. Жайлауда. Қой бағудың сәке лайфхактары. Прикольно, қыз болшы. Екі жақтан екі қойшы келеді, бір өзің отарымен. Типа дүш. Екеуі жарысады. Қошқарды оң қапталдан жіберем. Егер сол қапталдан итімді жіберсем, ол айналдырып алып келсе оның вселениясы, получается, жайлау болады. Әртүрлі жайлаулар. Жаңағы One Piece сияқты. Бұл жерде One Piece кіргізу керек. Негізі егерде ол туралы, негізі қойшы туралы, или жайлау туралы аниме түсірсе, менің ойымша ол көбіне андай бір терең аниме болатын сияқты. Терең андай. Мифический. Сага о Винланде сияқты ше. И біздің бұрынғы там Мустан Геймпер, там всякий жаман, плохой персонаждарды сояққа қосып қойып, чтобы ол келіп Аторды өлтіріп кетуге желаниясы бар, қойшы қорғайды оны, типа. Сосын олардың еще бәріне танысыз несі бар ғой, сөздері мә деген. Біздің сөз ғой мә деген, сол қойшыларға жақсы келеді ғой. Мустан Геймпер әлі бірін келгесін, мә мынау кім келді? Жоқ, бір ратта Мустан, мәнна, деп сөйтіп өбілесет қойшы керуч. Біз ұрға кезде қойшы қабақ қолынан. Қошқар бүйтіп бар. Андай шықшықты қуырдақпен. Шек қарынды алам артында деген апасы деген шек қарынның ішінде құмалақтармен құмалақтармен жоқ артқа қарап бұрыла салып базука. Негізі бір осы Нарутодағыдай ана барады ғой пилюлялар, сол құмалақ сияқты короче орнына жей салады да күшті болып кетеді. Қошқардың күші болады. Комикс па бір мультикте бір ат бар ғой, өзінің бүйтіп анау теркамен жасап бүйтіп нететін. Түркиялайды өзін былай кесіп етін. Сол сияқты жаңағы қуырдақ деген кезде есіме түседі. Қой өз бүйтіп несін жүнін ашады да бүйтіп қуырдақшысы. Бір-екі палқы шашылып жатып жүремін. Жақында бір аниме көрдім. Айтты бер. Бір не туралы, короче.
не фигурное катание туралы аниме, и ішінде бір қазақ бар, короче. Иә, естігем. Вообще ха-ха прикольно. Фигурный катание туралы? Денистен шығар мүмкін. Ішінде бір қазақ бар, короче, типа вот бәрі андай үндемейді, еще крутой қазақ, елдің бәрі, кто это там, очень загадочный какой-то адам, короче, андай такой тылсымға толы, өзімен өзі жүреді, короче. И жан жақтағы қыздар, это же қазақ, бір бәле, короче, андай прям андай анимеда қазақ, короче, жүр. Что? Нағыз қазақ? Иә, ну қазақ, аты еще қазақша прям. Негізінде менің білуім бойынша бір бокс туралы аниме бар бұрынғы. Ескі 98-ші, 95-ші жылдар шыққан. Сол жерде де бір қазақ туралы бар. Яғни бір сериясында қазақпен бокстасады, получается. Иә, сол кезде айтады. Это джигит болған, джигит деп аударғанда орысшаға, типа, джигиты бір бәле, не боятся, бірдеңке деп, и ана қазақтың историясын ашады. Жайлауда ол 10 қасқырмен төбелесіп, жаңа бойда тұрады да, жаңағы японец па? Сонымен төбелесейін деп атқан кезде ананың взглядынан, короче, қасқырдың взглядын көреді да, и такой, типа, флешбэк, и артына оралады, и 10 қасқырды елестетеді, кішкентай кезінде жаңа қарындасын құтқарып, сол қасқырмен төбелескен соны елестетеді да, мен ол кезде де берілген жоқпын деген сияқты, қорықпаймын деп. Анау фигурный өте ең бокс туралы менің ойымша Япониядағы ең алғашқы нелердің бірі. Прикольно. Еще атақты ол кәдімгі. Че, One Piece туралы бастаймыз ба? Кеттік. One Piece туралы Мына жерде мынандай 20 сағат сөйлесуге дайынсың ғой. Иә, сол как раз мындай нәрсе бар да, мен ғана көрген жоқпын осы жерде. Как раз мені қолдап, маған түсіндіріп беріңдер. Рұқсат болса, мен біраз оқып былай көрдім да, 97 жылдан бері жазылған манга. Бұл манганың несі кереметтілігі, любой там Гарри Поттер, Бэтменнің комикс, соның бәрі ас кеткен екен по продаж. То есть успех соншалықты, енді ана екеуімен салыстырған кезде сонда ас кеткен екен да. 99 жылдан бастап жаңағы аниме шыққан екен. Қысқаша бір какой-то, мен атын ұмытып қалдым, Джон Сильвер сияқты бір капитан, пират, бүкіл жаңағы сокровищ. Голди Роджер. Роджер. Сол бәйту Роджер, американец екен білем. Сол өзінің алтын бір жерге тық қойғам, сол жерге барыңдар, алыңдар деген. Содан басталды. Неизвестно, алтын бауыл, алтын емес па, неизвестно, ешкім білмейді не екенін оны. Да? Қазына деп айтады, соны One Piece дейді. Оны жаңағы Золотой Роджер келіп тауып алған кезде ең соңғы Laugh Tale называется. Laugh Tale деген ағылшыншадан аударған кезде күлкілі история деген. Күлкілі история. И олардың барлығы бүйтіп жаңағы ең соңғы островқа келіп түседі да, деп күледі, короче, тупо. И бірақ көрсетпейді не тауып алған. Бірақ барлығы жестко күледі. Ой, ана кім сияқты ғой анау криминальное чтивода бір дипломат алып жүрді ғой. Сондай. Иә. И типа, ояқта негізі ең күштісі, андай бір единомышленник дейді ғой. Сондайларды табу, накама. Сол, как раз мен соны сұрайын дегем. Бұл жерде өзінің командасы бар, жаңа Луфи деген жігіт. Луфи туралы, каждый туралы сұраймыз, но давай бір адамның бір-бірден сөйлесек, мен жер жазып қойдым, командасы туралы. Жаңағы бір қыздың аты кім еді? Нами. Ол почему-то ол туралы бала жазып қойыпты. Жадный дейді, бірақта шедрый. Сондай бір жаңағы ода автордың бір қызық несі бар да, адамдарда мысалы бір тағы бір персонаж бар екен, қорқақ. И сол персонажды, қорқақ персонаждың линиясында ең храбрый моменттер бар екен. Усоп. Усоп, бір какой-то зерттелерге көбінесе раздражать ететін. Жалғыз адам Усоп команданың ішіндегі капитанға қарсы шыққан. Да? Когда Going Merry деген өздерінің корабльдар болады, кемелері. Ол корабльді Усоп тапқан. Усопқа берген, Усоптың қызы ауылындағы. Содан кейін ол енді уақыт өте келе, енді ол ең алғашқы бұлардың кемесі болады. Сол кемеде бұлар біраз жол жүреді, енді бұл шаршайды да кеме. Содан кейін бәрі командамен шешеді, жаңағындай бұл кемені өлтірейік. Бірақ сол кезде Усоп бәрі андай не хотят, но амал жоқ. Сол кезде Усоп қана шығады қарсы. И самый эпичный момент мен үшін сол кезде ең бірінші Усоптың и Луфиға қарсы. Луфи енді Луфиді өліға шақырады еще. Еще Луфидің чуть-чуть айыр жері жазайды.
сондай адам қорқақ. Луфи еще оған типа серьезно төбелеседі, оны аяп ол андай ешқандай несі жоқ, ол чисто снайпер да, андай аталады. Сондай ғана ешқандай күші жоқ. А Луфи ол қатты күшті да, оның қасында. И бірақ ол күшін аямай типа на 100% төбелесті, өйткені ол типа дуэльға шақырды. Там даже Зоро, если он там вызвал на дуэль нашего капитана, то его путь бір андай командаларында әртүрлі, әрқайсының арасында отношениясы әртүрлі, бірақ былай общий да бір жақсы отношениялар бар, короче. Сол қызығы сол бір-бірімен қырылысады екен, неге екен, соны мені көргім келіп жүрді. Мен қазір мангасын бастадым. Жаңа Зоро туралы не айтасыңдар? Зоро ол ең бірінші қосылған адам командаға. Ол өте принципиальный адам. Ол өте принципиальный адам, ол әлемдегі ең күшті мечник болып келеді. Ол кішкентай кезінде бір қызбен дуэльға шығып жүретін, сол қыздан ұтылып қалатын. И бірақ ол қыз оған келіп айтады, сен мужиксің ғой, сен еркексің ғой, ертең өскен кезде бәрібір менен күшті боласың деп ше. И ол, нифига себе, нағып әйелдер типа күшті боламайды өскен кезде, короче. Ол феминный чуть-чуть. Андай әйелдердің жан дүниесін түсінеді, короче. Нағып олай, мен келіспеймін деп, короче. Ол барып тренироваться етіп, и ол қыз өліп қалады. Ол қыздың әкесінен меч алады да, сол мечпен ең күшті мечник болуға қазір. Соның Зораның мақсаты ең күшті мечник болу. Ең мықты мечник болу. Сол жерде мысалы менде оқып қалдым. Әр командадағы адамдардың мақсаттары бәрі әртүрлі. Бірақ та бір корабльде бірге бір жаққа бара жатыр. Енді бәрі бірге. Ол еще Зороның командаға қосылғаны қалай бит? Зоро бит андай өлейін деп отырады, өлтірейін деп отырады да оны. И жаңа қасына келеді да, сен менің командама кіресің дейді. Кетші бар, мен пират емес, мен охотник на пиратовпын дейді. Мен пираттарды өлтіремін дейді. Ол жоқ, мен сен менің командама келесің. Мечтарың қайда дейді, мечің қайда дейді, мынаяқта дейді. Қазір алып келемін дейді, табарат та келіп, бүкіл бәрін бычын шығарып, мечін алып келіп, сен менің командамдасың жүр деп алып кетеді болды. Луфидің өзі қызығы постоянно каждый сонда несі оңай адам. Несімен жаңа кездесу, аналармен келісу история мықты жасаған екен. Нами мысалы ол рыба люди, там балық адамдар бар да, сол балық адамдардың рабствосында болған, былай қарасаң. Қыз ба? Ол қыз жадный емес негізі, бірақ ақшаға құнығып кетті, ол өйткені өзінің целый ауылын құтқару керек сол. Типа сен бізге 500 миллион бейли алып келсең, 5 миллиард бейли. 5 миллиард бейли алып келсең, біз сені ауылыңнан кетіп қаламыз деп айтады. И Нами сол ақшаны ұрлап жинап жүреді, пираттарды алдап жинап жүреді. И соңында оны жаңағы рыба люди через ментов. Андай, не бар, қалай еді? Марин, қалай еді? Дозорный. Андай, ненің менттары да, моренің менттары. Солар арқылы, короче, андай ақша беріп, олар тартып алады, короче, бұл ұрланған ақша деп. И, в общем, сөйтіп, Намиді жібергісі келмейді. А Намидің арманы бүкіл әлемнің картасын салу. Ол өте... И оған тоже... И Луфидің басында шляпасы бар ғой, сол ең жалғыз адам Намиға бит басына кигізіп, все будет хорошо, мен қазір келем деп кеткен, короче. Ал по идее ол шляпасын ешкімге бермеген ешқашан. Намидің басына кигізгенде барып балық человектердің көттерін айырып. Негізі оданың бұл One Piece'тағы авторлар ретінде менің ойымша мангакалардың ішінде ода ең номер бір. Тіпті Японияның өзінде бәрі солай мойындайды. Қаншама жылдар бойы шығып келатқан манга бірінші позициялардан түспеген. Shonen Jump деген өздерінің журналдары бар, шығатын, сол жерде ол бірінші орындардан шықпаған. Бұл тіпті One Piece Нарутодан бұрын шыққан. Наруто кейін One Piece'тан көп кім еді мангакасының аты, Масаси Кисимото ма или қалай еді? Да, дұрыс айттым ба? Сол кісі көп деген одадан алған. Оданың ең кереметтілігі бүкіл историяда автор ретінде ең бірінші бастапқы бір 10-12 серияда айтылған нәрсе кейін 100-ші серияда бір әшейін айтылған нәрсе бір деталь кішкентай артында ғана. Сол 100-ші серияда үлкен бір историяны ашып береді. Түсіп береді. Либо мысалы бірінші серияларда жаңа Зоро командаға қосылып отқан моментте Зороның кішкентай кезін көрсетеді. И Зороның кішкентай кезінен ана жерде бір екі қылыштың эмблемасы бар да. И оны түсінбейсің. И ол осы 1040-шы серияларда ашылды, что Зороның кланы, ол бұрынғы Зоро акасы ваннадан, короче, сондай бір. Ал Луфидің мақсаты, оны бәрін қосқан Луфи ғой бәрібір, Луфидің негізгі мақсаты не ясно. Оның айтып жүрген мақсаты, он хочет королем пиратов стать, там, әлемдегі ең еркін адам болғысы келеді. Ол енді бала 17 жаста ғой, балалық сөз шығар. Сөйтіп негізі, жаңағы ода негізі, ол жаңағы оқырмандарға дәл ұнаған себебі, өте
қарапайым біраз жындылау сондай балалық нені көрсеткен характерді тентеге андай бір керемет әлемді құтқарам деген емес. Сөйтіп бастаған бір қызығып сокровищаға қызығып неткен ғой. Сол сияқты содан кейін өседі, ақырын өседі. Жоқ, Луфи сокровищаға емес, ол сам процесске ол. Золотон тауып алған уақытын емес, ол сол золото тауып алған дейінгі уақытын, сол өткен уақытын нететін. Адамда оған өзін тексеруге, ол өзі айтып жүргенмен, я хочу королем пиратов стать там или әлемдегі ең свободный человек болғым келеді деп айтқанмен, оның негізгі мақсаты там таракандар жарыстыру мүмкін. Типа әлемдік чемпионат істегісі, сондай теория бар, что Луфидің негізгі арманы ол прикол, короче. Ха-ха, просто андай, шынымен. Ол просто, типа, жай для прикола айта салып, соны жүрді, бірақ негізі оның арманы осылай командамен әлемді аралап жүру, короче. Оның супер күші де сол ғой, Джой Бой деген. Ең андай күлкілі адам, ешқашан. Джой Бой андай, мультик қой андай, Луни Тюнстағы мультик. Біз сол жаңағы оданың айтқысы келген бізде абсурд қой, бізде әлем андай адамдар бір-бірімен қырылса, мына жерде адамдар андай мирно өмір сүреді, и телевизорден жаңа өліп жатқан адамдарды қарап тамақ ішіп отырады. То есть соны біраз абсурд нені жаңағы әлемге кіргізген, е. То есть бұл жерде тағы нені білгім келген, неге получается сол вселенная, водный вселенная, и соның ішінде әр аралда бір уақиғалар болады. Сол аралдардың несін бөліп қойған бір Тим Бертонның арналған арал бар екен. Өте одада көп отсылка бар негізінде. Отсылкаға толы. Мәдениетке, әлемдік мәдениетке. Адамдар, ояқтағы там кейбір адамдар прям шын бар өмірдегі там Эминемға ұқсайтын Энел. Энел деген персонаж Эминемнан срисовали. Там кім бар та? Конфуцийдан срисовали бір там Гарасей бар, сон Конфуцийға ұқсайды. Черная барада деген пират. Әлемдегі ең умный адам бар, Вегапанк. Ол Эйнштейнға ұқсайды. Солай вырисованы. Шынымен. Сондай нелер бар, е? Отсылкалар өте көп негізі. Андай тағы Диснейдің мюзиклға арналған бір арал бар екен. Сол туралы естідім. Ол туралы білмейді екен. Тортқа арналған арал бар. Ол жұмыртқа арал бар. Жұмыртқа арал бар. Экхет деген. Сонда андай не трансвеститтер, гомосексуалистер арналған арал бар екен. Сояқ жаңағы қыздарды қатты жақсы көретін адам сол аралға түсіп қалады. Піләдім. Жоқ, ол сынмен де сосын соңында өзі сондай гей трансвестит болып бастайды да, сонандай Луфидің ағасы өлгенін көреді да, бүкіл краска сағып, жаңағы гейлардан қашқан соншалық ауадан ұшып қашып кетеді ғой. Новый способность ойлап тауып алады. Сонда сол жаңағы корабль, жаңағы кемелері тоже бір персонаж, е? Болған. Мэри, Going Мэри деген. Қазір Сани дегендер. Going Мэри андай кішкентай кез андай серф сияқты болып қойған. Анау неде, сонда, сіз несі қандай сонда формуласы? Аралдан аралға іздеп жүрме жаңағы нені? Аралдан аралға өте келе, әрқайсының, әрбір кейіпкердің оқиғасын ашады ғой. Әлемде болып атқан дүниені ашады. Әлемде, үлкен секрет бар. Әлемде забытое столетие деген уақыт бар, и сол уақыт туралы ешкім білмейді, и там жаңағы мировое правительство адамдарды өтірік алдап, типа ол история туралы айтпай, адамдарды өтірік алдап, рап қып салып, типа осындай өздері қалай істегісі келеді, сондай. И бағынбайтын островтарды жоқ қып салып жүр да, короче. Андай кәдімгідей төбеден деп түседі, и остров жоқ болып кетеді. Қарсы ол жаңағы мировой правительствоның несіне, общинасына кірмейтін островтарды, либо ақша төлемейтін островтарды сөйтіп жоқ қып жүреді. Мировой правительство. Бірақ ол туралы ешкім білмейді. И ол туралы там чуть-чуть там енді көтеріп келатқан пираттар, либо кәдімгі уже авторитетный пираттар біледі. И әлем бойынша 7 панеглиф, оның 4-еуі типа направляющий панеглиф, андай археологический жазулар. И солар арқылы ең соңғы островты тауып, и сояқта жазылған историяны білуге болады. Жаңағы 100 жылда не болған, забытые 100 жылда не болған, короче. Кім осылай, неге островтар бұлай бөліп тастаған, неге олар бөлініп тастаған, неге бұлай, короче. Луфидің бір арманы, он хочет барлық островтардың бір жерге объединить, чтобы вот так двигаться там. Сонда жаңағы
бір уақытта жоқ қылып жіберетін островтарын анау Луфидің командасы құтқарған кез бар ма? Жоқ, құтқарған кезі жоқ. Наоборот, сондай андай бір заговорда, мындай там өтірік жерде өмір сүріп жүрген адамдарды келіп, нелерді, типа бастықтарын өлтіріп, там президенттерін өлтіріп, сол президент сол ненің островтарын нормальный король қойып, и олар там под Луфи нормальный өздерінің өмірі, демократия типа солай. Күшті. Например, кім жаңағы Дон Фламинго. Дон Фламинго деген бар. Оның командасында там тоже көп адамдар, и ол андай джиппен управлять ететін адам да, аспанда бұлттардың арасында джипті ұша алады, короче, сондай. И ол андай ол бір островты под себя алып алғанда, и оның островта бір жаңағы кім еді ана қыздың аты ойыншық қылатын. Не деген өте әртүрлі персонаждар. Өте әртүрлі персонаж бар. И сояқта андай бір қызда способность бар да, адамды бүйтіп келіп ұстаса, ол ойыншық айналып кетеді да, и конфетка емес па сол? Конфетка, өзінің бұрынғы өмірін не помнит. И сөйтіп жаңағы адам, типа адамдар оған жұмыс істеп жүрген, күнде ақша беріп жүрген, алмау. И кім бағынбайды, соны ойыншық қылады да, подпольный рабствоға жібереді. И ол ояқта заттар тасып жүреді. И соны келіп Луфи жаңа көтін айырады да, нормальный остров қылады, короче. Просто ол жерде көбінесе былай болады еще, типа Луфи барады бір островқа. Басында ол островта просто проездом кіріп келеді, қызық көріп. Соны бүйтіп қарайды, мынау деген ойыншықтардың остров екен деп жүреді. Қызық жүреді да, сосын жаңағыда бір история арқылы біреумен достасады сол ойыншықпен, там солдатикпен, болмаса соны солдатикпен, бір оловянный солдатик болып жүреді сол жерде. Сосын ол бір қызды қорғаштап жүреді. Сол қызбен қасында всегда. Қасында жүреді, сол қызбен дос болып қалады Луфи. Соңғы ол қыз өзінің армандарын айғалап айтады. Соңғы Луфиға ол ұнайды. Соңғы ол айтады, сен мен типа уайымдама, мен саған көмектесем дейді да, сөйтіп короче алады да бүкіл мемлекетті астан кестен шығарып, төңкеріп тастап, орнына дұрыс адамдарды қойып, как должно было быть негізінде. Солай қояды да и кетіп қалады. Дальше. При этом қатты үйретпейді. Луфи өз соның бәрі случайно жасай ала ма? Ол островқа кетеді да, и мынандай көреді прям, что ана жақта прям андай изрядно миротворец емес па? Миротворец емес, миротворец негізі, бірақ андай ол мен мына островты барып освобожу деген бармайды ол. Ол островқа барып тамақ ет жеп қайтып үшін барады да, и болып жатқан затты көреді да кафенің ішінде. Что за фигня, маған ұнамайды, барып көтіне айтсайын дейді да, главныйдың көтіне айтсайды да, бұрынғы корольдардың кім қандай король қалайды, соны қояды да, орнына кетіп қалады. Случайно почти, дос болып қалады да, ол жаңағы островтың ішіндегі бір адаммен мысалға дос болып қалады. Сол дос болғаннан кейін ол досы мысалға айтады да, менің елімде осындай проблема болады деген сияқты. Мен папам король. Мысалы бізде тамақ жей алмаймыз дұрыс дейді. Сен де тамақ жей алмайсың дұрыс. Мен мысалы тамақ жеген жақсы көремін. Бұл болмайды ғой деп өзінің бір принциптарына қарама-қайшылық табады да, и содан кейін барады да, сонымен сол мотивация болады. И сөйтіп кетеді Луфи. Луфи бүкіл негізінде командасы Луфи өзі кішкене ақымақтау ғой көрсетеді да, ол өте эмоционалдық кейіпкер, ал жанында жүрген адамдар всегда командасы не істеп жатсың, пожалуйста да Фламинго ғой, анау ғой деп қорқады да. Мысалы енді олар өзі типа авторитеті бар пираттарда. Пираттарда олар енді аты бар, короче. Луфи алады да олардың достарымен бірге кіріп кетеді. Достарын уже жаңа командасының уже амалы жоқ да. Олар да, ну, капитан кірді ма, бізге де кіру керек. Луфиді құтқарам деп жүреді, сөйтіп нетеді мысалға. Тот же Зоранда мысалға қызық бір несі бар. Қалай айтсам болады, сипаты бар мысалға. Ол географически тупой. Ол жүрген жерде адасып, ол деген мысалға жол білмейді, адасып кетеді да, сөйтіп мында жүгіреміз дейді да, бәрі сояққа жүгіріп жатса, Зор ана жаққа солға кетіп баратады, сондай да. Соның арқасында ол вообще басқа жаққа түсіп кетеді. Ол вообще бір андай прям сол островта төбелес болып жатса, Зоро сол өзінің топографический кретинизмнің арқасында басқа жақтағы басқа кипишқа кіріп соны шешіп жүреді, короче. Әркімнің өзінің принциптары бар ғой, әр персонаждың. Сол принциптармен келген островқа нетеді, сталкиваться етеді мысалға. Содан жаңа көмектесуге тырысады, соңында ол жаңа көмектеседі, артынан жаңағындай всегда получается, что ол елде әр король бар ғой, жаңағындай ханы, ол соң айтады, менде паноглиф бар дейді. И ол барады да оқиды. И оны паноглифін мысалға жаңағындай Робин деген ғана қыз оқып біледі командасында. Ал Робин деген қыз жаңағы айттық қой, островтарды жоқ қылып жіберіп жатыр деп ше. И сол бір островты адамдармен бірге жоқ қылып жібереді ғой, енді өйткені олар бір какой-то секретті біледі. И сол жаңа Робиннің островын өлтіріп жатқан кезде, Робин сол островтан жалғыз ғана қалған тірі қыз да. Отанын жоқ қылдырып жүрген ғой. Он сол чисто сол затты білген үшін оған 1 миллиард
жаңағы Бейли беріп, соны розыскқа беріп жүрген уже. Ол мынандай кішкентай кезінен 1 миллиард несі бар, тәте ғой, короче. Тәте болғанда қыз ғой. Уже кішкентай кезінен ана на охоте, короче, под охотой. Ол бірақ та командаға кірмеді ғой. Кіре ме? Сондай команда өседі ма, получается? Команда 10 адам бірақ. Ол айтады, Луфи басында айтады, маған максимум 10 адам керек, мен барып тауып аламын. Ол мысалға жаңағыдай менің айтады да, ол да менің ойымша рол модел бар, именно Луфида. Ол жаңа Шанкспен енді алғашқысында кездеседі. Шанкс деген кішкентай кезінде Луфиға сол шляпаны берген. Шанкс деген өзі пират болған. Сонда ол пират болып... Ол Джи Роджердің жаңағы ең главный пираттың командасында болған. Оны танимын. Кейін ол деген жаңағы тоже араларды аралап жүрген кезде өзінің командасымен Луфидің ауылына барады. Сөйтіп жаңа достасады да, Луфи менің ойымша соны көріп ғашық болады, именно пираттық өмірге деген жаңа накама, дос деген нәрсені көреді да, сол кезде командасына қызығып, менде де сондай команда хочу дейді да, кетеді. Сол кезде ол ойланады, мысалы, мен командамда мечник болу керек дейді да, Зоран тартып алады. Мен командамда жаңағыдай навигатор болу керек дейді да, Намиді алады. Коқ керек дейді да, тамақ пісіретін Санджиді алып алады. Так, и там ішіп жүрді, маған музыка айтатын біреу керек дейді да. Брук деген тауып алады. Брук деген бір скелет тауып алады. Доктор керек, доктор тауып алады. Анау кішкентай бұғы, ол доктор ма? Чоппер. Оның историясы... Вапис білмейтін адамдар соңғы докторға қайсы саны бұғы. Сол Чоппер, оның историясы негізі очень такой грустный. Әрқайсының историясы очень грустный негізі. Әрқайсында бір өзінің бір травмасы бар, травмасы бар, себебі бар, не үшін ол қазір осындай екені, короче. Ол ашылады ғой, сон барлығы ашылып, соңында такой, но мен командамда болатын адамды. Но басында анимасын көрген кезде енді көрейін деп атқан адамдарға бастапқы бір 100 сериясын шыдау керек, бір 50 серия хотя бы рыба людейге дейін шыдау керек сияқты менің ойымша. Анау неде сол жерден бастап. Ол андай, сен по мере типа уақыт өткен сайын рисовка да өзгереді. Әр арканың рисовкасы әртүрлі, короче. Например, там соңғы Вано ма? Ең соңғы біткен. Эхет, ладно. Вано біткен нелерде прям андай рисовкасы жесткий ғой, прям соңғы енді технология өседі. Андай бір нелер обзорда оқып қалдым, неде бір какой-то екінші компания ма, әлде екінші сезонда ма, неде өтті нудны болып кетті деп нетеді. Сондай өзінің мнениесін айтты да, бір жігіт. Бір соғыс, бір шайқас 30 серияға созыла ма деген сондай нәрселер болып кетті деп. Ондай бар ма? Марифорчар, наверное, да? 100 серияға созылатын шайқастар бар. Бірақ шайқас па? Ол балаға айтарым, сен әлі 150 сериялық төбелестер көресің, бауырым. Сонда мен соғыс жатып, бітіп қалсын тағы қарасың. Иә, дәл сол. Бір адаммен соғысып 5-6 серияға созылып кетуі мүмкін. Ол жерде былай ғой, жаңа Аралға келдік, Арал үлкен. Командасы жан-жақта болады. И олардың әрқайсының өзінің планы бар. Әрқайсының өзінің действиясы бар. Енді мысалға былай пираттық жүйені алатын болсаң, пираттарда жаңа король пиратов бар, Йонка деген нәрселері бар да, ол яғни ең авторитет номер 1, топ 1-дағы боецтер пираттар бар. И Луфи ол пираттардың да өзінің командасы бар ғой. Ол да енді оған бір өзі бүйтіп аспаннан түсіп жеткен жоқ қой, ол өзінің командасы бар. Олардың өзінің история бар. Кезде талпаға талпа төбелеседі да бұлар. И бұлар бөлісіп алады там 3-3, там 4-4, 2-1, сөйтіп бөліп көрсетеді. И соң Луфи болса главарымен төбелеседі всегда. Андай воля деген зат бар еще. Воля наблюдения, бір андай прокачанный адамдар 1 минут алдыға көре алады да, бұл болашақты. Они прокачаны прям 10 секунд төбелесте. Андай прям воля наблюдения деген бар. И воля вооружения деген бар. Андай, например, от адам бар да, сен оны ұрсаң, қолың өтіп кетеді. Оған ауырмайды, короче. От адам ғой өйткені, сен просто қолың өтіп кетті. И жаңағы воля вооружениемен ұрсаң, оған кәдімгідей ауырады и тиеді, короче. Тиеді, сондай типа. Тиеді, короче. И королевская воля деген бар. Ол андай бір миллион адамның бірінде болады, короче. Ол адам бит там 10 000 адамның ішіне кіріп бит деп жынданып 5 000-ын ұйықтатып тастай алады просто так. Сол күш демекші андай бір Джеймсті жеп күш алады. Ол дьявольский фрукт. Ол дьявольский фрукт жейсің, бірақ шомыламай қаласың, короче. Любой суға түссең, сен слабей. Самый пират, самый қызығы еще пират олар. Жоқ, жаңағы мен мысалы көрмеген адамдарға түсінікті болу үшін қалай жасады? Қалай күшіні алады? Бәрі сол жаңа Джеймс тиме әлде? Бәрі жеке, әр күштің өзінің Джеймсі бар. Например, Гому ол жаңа Луфидің фрукты, ол резина человек. Соны дейсің да, резина человек боласың там. От бар, меро деген бар. Соны дейсің да, от адам болып кетесің. Әр түрлі фрукт бар, короче. Ол фрукттар қай жерде?
Ол фруктар просто әлемде, и он тоже, кстати, история умалчивает, ол тоже жақында ашылады, ол қаяқтан шыққан, дьявольский фруктар не үшін пайда болған, кім шығарған оларды, короче. 20 жыл өтті әлі белгісіз. Просто адамдар өздері біліп нан жеген кезде сондай боламын деп біле ма, әлде білмей ма? Кейбіреу біледі, кейбіреу білмейді. Кейбіреу білмей жей салады. Например, Луффи білмей жеп қойды оны. Бірақ оған Шанкс сенді, өйткені типа Шанкс андай да тоже судьба там сондай затқа сенетін адамда, и Луффи оны типа не зафиг жеп қойған жоқ, значит бірдеңе болады деп. А по идее рассказывает, что Шанкс жаңағы Голди Роджердің баласы бар, Эйс деген. Соған фрукт апаратқан негізі. А почему он из-то жүр, из блюда не істеп жүр ол? Из блюда не істеп жүр, ему же на грайндлайн надо, короче. А ол фруктты алып алып, жаңағы кімнің мамасын іздеп жүр. Типа Джой Бойды хотел сделать из сына Голд Роджера, короче. Да, из Эйса. Мен түк түсінген жоқ. Изи блю ма? Бірден блю. Или ол не? Ол из блю Луффидің туылған ауылы. Ол андай әлем екіге бөлінеді ғой. Из блю деген ол андай көп чудо жоқ жер, короче. Ояқтағы адамдар жаңағы даже дьявольский фрукт бар екенін там білмейді, өйткені ол алыстау жерде. А бүкіл чудо жаңағы Гранд Лайнның ар жағында болып жатыр. И сояқтан неше түрлі историялар келеді. Red Line, Grand Line деген. Былай, егерде One Piece'тің әлемін глобусқа салатын болсаң, типа то жаңағыдай 4 мұхит бар. East Blue, West Blue, North Blue, и South Blue деген. 4 мұхит. 4 мұхитты ортасынан Grand Line деген аралдар бөліп. Ортасынан Red Line бөледі. Былай Grand Line бөледі. Яғни ортасында Grand Line деген типа ол течение сияқты ма, өзі кішігірім, короче, бір арал ғой. Оның айырмашылығы қандай? Мына жақтағылар қалып қойғанда, мына жақтағылар жоқ. Айырмашылығы то, что просто на East Blue'да уже андай типа там уже болып қойған қызықтың бәрі Америка сияқты ғой, короче, типа Grand Line'ның ар жағында бүкіл қызық, типа там за бугром. Сояққа бару керек, короче. И там елдің бәрі сояққа стремятся. И мынау из блюда бүкіл барлығы чисто новости оқиды. Ояқта өйткен қызық болған жақта. И олар даже кейбіреу сенбейді, что дьявольский фрукт бар, там резиновый человек бар екен адамдарына сенбейді олар. Олардың өйткен жанында болып отқан жоқ. Ол өйткен болып отқан әңгіменің бәрі алыста да, короче. Сол ғой, сол күшті. Жаңағы сокровище алтын қай жақта? Ол тоже за Гранд Лайннан бір ең соңғы островта білмейміз, бірақ Лафтейл просто атын білеміз, бірақ ол қаяқта орналасқан білмейміз. Еще ол Гранд Лайнда острова устроены так, что ояқтандай компас әр жаққа көрсетеді, и специальный компас керек ояққа, короче. Әңгімесі көп қой, біз 20 сағаттық әңгіме болайын деп. Иә, сол қатты созылып кетеді екен. Именно осы One Piece туралы бізде подкасттарда көбінесе былай басқа әңгіме айтамыз да, анимеден басқа. Бұл жерде анимені айтып келе жатырмыз, One Piece'тің сондай кереметтілігі. То есть ана жаңа Ода деген жігіт ол нешеде айтпақшы, жасы? Қайтыс болып кетті емес болды? Жоқ, 51-деңке ғой, үлкен кісі ғой кәдімгі. Сол кімде жапонстардың жақындап қалған шығар. Жапонстардың мықтылығы сол жерде, ол бекісі. Бітірген жоқ One Piece'ті. One Piece'ті басқа адам жазып отқанда 4 жыл болды емес па? Жоқ, брат, қойма, Ода өлген жоқ. Қалды деймін. Қойма, Одеке. Не Ода Набунаги деген. Или у него смертельная болезнь. Енді Ода өлді деген. Бұл жерде прямой эфирде 75 жылы екен. Жоқ, өлмепті. Өлген жоқ, айттым ғой. Ол айтты ғой, 1000-шы главада бітірем дегендей олдырды ғой. Уже One Piece'ті уже бітуіне аз қалды деді. Ол кісі өлетін болса, адамдар бүкіл поклонниктер барып система жалғап тірілтеді ғой. Система жалғап. Бүкілде қанын беріп, почкасын беріп. Ода, мне кажется, Одада уже конец финал бар сияқты. Бар? Уже жазып қойған. Бірақ ол да айтқан, типа, Луффидің нағыз арманын білмейді ол деп, короче. Иә, ол да енді ол анандай адам бір шетінен былай қарайтын болсаң, Оданың өзі де андай на моменте, на эмоции жасайды да. Көбісі сол жаңа кімді генийлердің көбісі білмейді екен, былай жаза береді екен, иә. Бірақ та бір деңесі бар ғой. Ода бітірмей өліп қалса енді обидно болады. У него смертельная болезнь какая-то. Hunter x Hunter'дағындай оқып қалады. Hunter x Hunter'дың мысалға мангасы бітпей қалған, өйткені мангакасы қайтыс болып кеткен. Анау неші? Өте, сұрақ деген тоже көп. Экранизациясы ұнады ма? Netflix'тегі? Hunter x Hunter. Кстати, вообще кринж емес. Ну, типа... Мен әлі дұрыс қараған жоқ. Мен полностью қарадым, ничего не оттолкнуло, красавчики, молодцы. Маған да ұнады.
әдемі Ұнады, шыққан вообще сияқты. красиво. Мен даже андай қызыма там или достарыма, которые анимесін либо мангасын көрмеген, жүр сериалын көреміз деп сериалын көрсетіп, қазір барлығы сериалын андай анимесін көріп жүр. Мне кажется, сериал енді көретін адамдарға сериалдан кірген тезірек сияқты да. Иә. Темаға тез кіреді да. Темаға кіріп кетеді да, и қызығып, оны хочет еще больше деталей узнать, и вообще анимеға кіреді. Сосын жылдамырақ жүріп жатқан сияқты, 10 серияға біраз сериясын тығып жүрген сияқты. Иә, анимені, Иә. 10 серияға, так, как Зоро присоединился, как Нами, как Санджи, как Усоп. 5 арканы тығып жүрген ғой 10 серия. Несі персонаждардың келбеті, жаңағы күштері жасалған біраз келемі? Келеді, чуть-чуть. Мырағанда енді посредственно, но пойдет, короче, андай қатты андай ұят емес, короче, нормально. Неде отында сал манга бар, аниме бар, қазір сериал шықты. Көрмеген жаңа айтып отырсың ғой, аны сериалдан бастаған жақсы. Негізі манганы оқымай бастай беруге бола ма? Иә, сериал дұрыс. Манганы оқымай сериалды бастай беруге болады. Бірақ мангада, анимеда көбірек характерлар көрсетілген. Анау неде дұрыс аша ма? Неда кинода қатты прослеживать етілмейді там, что Луфи чуть-чуть такой легкомысленный, андай екен, или там Зоро мен Санджи екеуі бір-бірімен қатты ұрысатыны көрсетілмеген. Так, да, андай чуть-чуть введенияға күшті, короче, можно зайти через Netflixский сериал. Да, я можно. Кімде манга мен анименің айырмашылығы, жаңағы цензура мангада жоқ почти. Және жақта страшный картиналар бар екен, анда бір ненің оққан кезде, кімдер бір өз баласын өлтірген деп жатқан бір әйелдің несі бар екен, суреті. Кішкентай нәрестені. То есть до того степени андай жестокий нелерді сызады екен, жаңағы ода. Сосын тағы андай бір анимеде не бар екен, тек қана аналардың геноциді. Ол енді миға кіріп шықпайтын нәрсе ғой. Аналардың геноциді деген естерінде ма? Сондай естіп. Теория ма, сондай? Именно аналар өледі екен. Әртүрлі себептермен. Кстати, да. Там мам нету. Да. Но Луфидің мамасы тірі негізі бірақ. Одан айту бойынша. Иә, айту бойынша, бірақ кім екен білмейді әлі. То есть, жаңағы қалғандардың мамалары, Санджидің мамасы бар емес па? Санджидің мамасы өліп қалды ғой. Да? Әртүрлі себеппен, әртүрлі тарихпен аналар өледі екен. Біреу Зоро мамасы, Намидің да мамасы қайтып кетті. Намидің мамасы, екі мамасын өлтіріп тастады ғой. Иә, дозорный бір мамасы болды. Усоптың да мамасы жоқ. Натуре мамалар жоқ. Мамалар жоқ натуре. Оданың психологиялық проблемасы шығар. Еще атау бар екен, аналардың геноциді. Андай папалар туралы көп әңгіме да, Голди Роджер Рейстің папасы, там Гарп, там кім Луфидің папасы, там Драгонның папасы, короче, там реализованный мужиктар көбірек екен, короче. Но бірақ ояқта Зоро феминист. Ол мен де қызбен де бірдей төбелеседі, потому что он не признает, типа. Бұл жерде бір тағы бір байқағаным, бізде енді қатты бет бөліп нетін келмейді, бізде ислам, дінге сенетін нелер бар, қауым бар, сондай бізде персонаждар бар, біздің арамызда достарымыз бар. Содан кейін дәрігерлер бар, мен естуімше, мен жақын адамдар. Содан кейін мысалы өздерің музыка жағынан сындар. То есть әр түрлі мүлден бір-біріне ұқсамайтын адамдар бәрі One Piece'ін поклонниктері. Сол қызықты, жаңағы мысалы діншіл адамдар енді біраз не болу керек қой андай. Мен ойымша да андай қатты шектен шығып кетпейтін. Менше олар бірінші аниме көріп бастағанда, сосын барып діншіл. Мүмкін. Сондықтан сілекей ағып көреді. Бірақта One Piece'та мысалға дінге қарсы дін көрген жоқ. Дінге қарсы ештеңе жоқ. Ертегі ғой. Ертегі ретінде қабылдайды. Жоқ, жаңағы мен сюжетке байланысты феминизм, сексизм, гендерлік сұрақтар. Это кто-то потом уже барлығы разглядел и потом про это разговаривать. А так я не думаю, что там Ода отырып алып, мамалардың бәрін өлтіріп тастаймын. Сосын папалардың бәрі красавчик болсын. Бірақ феминист баланы тығып қоямын ішіне. Вот әйелдердің правасын ущемлять будем. Мына жаңағы нацияны бір қыз бала құтқарсын деп. Иә. Ондай зат жазбады деп ойлаймын. Менің ойымша бетке ол деген бірден шықпайды, жаңағы сіз айтып отқан нәрселер. Именно One Piece'ті қарап отқан кезде. One Piece ең алғашқысында ол жаңағы жас бала достарымен бірге арманына қарай жылжу деп қабылданатын сияқты адамға. Сол жолда
өмірдегіндей ғой неше түрлі адамдар бар, әртүрлі жана феминисттер да бар, сексизмдар да бар, жанагындай остров жана чисто еркектермен ол да біздің өмірде былай да бар ғой дегенім ғой. Даже қара нәсілділерді көрсеткен ғой. Рыба люди это қара нәсілділер, их потому что жаңа рыба человектарға адамдар былай раб деп относиться етеді, короче. Типа вот сондай параллельдер. Отсылкалар, параллельдер өте көп. One Piece'тің маған несі бір андай философиясы ашылған момент, это вот Эйс айтып отырады ғой Яматоға Луфи туралы айтып отырады ғой. Вот там маған анау Феникс па? Орден революционный. Кімнің дочкасы? Ол болып шығады ғой соңында. Кімнің Мамановскийдің брачкесі, сестренкасы ма, брачкесі ма? Мен ол жағын көрмедім әлі. Этот остров Вано, кімнің дочкасы? Анау дракон кім еді? Түсіндім. Сол Ямато деген қызбен кездеседі да, Эйс. И өзінің брачкесі туралы айтып жатыр, қайтыс болып кеткен адам ғой. Бірақ бұрын осы островқа дейін, Луфиға дейін сол островта болған ағасы, короче, Луфидің бірге өскен. И сол Луфи туралы айтып отырады да, бір қызға, мен брачкем бар, короче, так-то өзі сондай, мынандай угарный, ха-ха, с ним всегда хочется угорать, с ним хочется общаться. Вообще, у него самая лучшая, типа, суперспособность. Он говорит, какая, типа, любого, кто с ним пообщается, захочет быть союзником Луфи. Вот его самая лучшая типа способность. Типа любой адаммен сөйлеседі да, ол Луфи жақ болып кетеді. Не ғой, HR. Да, и ол айтады да, типа, что, типа, вот Луфи бізге арманын айтты, короче. Бірақ біз сол кезде Сабо екеуміз поугарали, бірақ бізден басқа никому не дадим угорать над его мечтой. Вот философия. Да, по идее, да, вот эта вот мужская дружба, да, вообще не мужская, а вообще типа вот эта духовная близость там. Да что у чувака тоже есть какая-то мечта, да даже андай екеуіңдікі бір-бірімен соприкасаться етпесе де, бір как-то там вместе там бір какой-то общий, да, тіл табысып, бір-біріне көмектесіп, бір-біріне как-то итермелеп бірдеңеге. Армандарға күлмейтін аниме десең, армандарға бір-бірінің армандарына күледі, бірақ басқа адамдарға күлуге бермейді. Бір-бірін қорғайды. Бір-біріне угарать етеді, бірақ басқа шеттен біреу угарать етіп тұрса, бір көтін әріп тастайды, короче. Неде абсурдный нелерді еске түсірейікші, абсурд көп бұл жерде. Төбелескен кезде там қандай ерекшеліктер? Ерекшеліктен бұрын абсурд бар, ода да вообще в целом типа осымен қызықта, яғни бір шетінен сен аниме One Piece'ті қарап атқан кезде ішінде жаңа философиялық бір серьезный бір тақырыптарда қозғалып атады да, бірақ та на фоне это все происходит өте күлкілі. Комедия ішінде, да, комедияның ішінде. Тіпті жаңағындай Луфидің ваннада төбелескен кезде настолько одан гениальности мен үшін ол Джойбой болады. Ашылады 5-ші гері, да, вот этот моментте. И Кайдомен төбелескен кезде ол күліп төбелесіп жүреді да. Мультик. И жаңағыда айналасын бәрі резина болып кеткен кезде оның звуктары Том и Джерридің мультфильмдағы звуктар сияқты. Лунитюнстың любой мультик. Яңдай таңғалып қалса 3 тал көз атып шығып мультиктағындай да. И Кайдо таңғалады, анау Кайдо деген. Кайдон бүйтіп ұстап алып андай мультиктағы сияқты. А сені бір 4-5 глава бойы, да, мысалға бір 100 серия бойы ана адамды саған Кайдоны бүйтіп көрсетеді да, қарсыласын өте бай деген адам сияқты көрсетеді да, тұталып келеді да, оны бір какой-то бір соңғы 3 сериясында соңында ана бәң көздері баң, құйрығын барып байлап тастап, сондай бір хахастайды. Кайдо деп көрсетеді, Кайдо, Йонко. Ол Кайдо деген адам әлемдегі ең мықты адам болып саналған. Ең мықты пират. Күнде өзін өлтіруге тырысып жүрген адам ғой. Көп жеңілген адам, Жоқ, наоборот, ешкім вообще жеңілмеген қашан. Ол до того уже өмір сүруге іш пісіп кеткен, өз-өзін өлтіріп жүр андай. Небесный островқа шығып алып құлақ көреді, бір рет өлмейді. Мынаяққа барып өзін бірдеңе тық көреді, өлмейді, короче. Сондай бір 40 бір рет өзін өлтіруге тырысқан адам ғой, короче. Тырысқан сондай адам ғой, өмірден қызық. Қазақша жасай қойықшы, бізде мынадай привычка бар деп орысша айтып қойсын. Қазақша сөздер ойластырайық. Бессмертный қазақша дұрыстап айтайықшы. Өлмейтін адам деген біраз ажалсыз деп айтады негізі. Ажалсыз ғой, Ажалсыз болады. Мен ажалсызбын деп. Жоқ, ажалсызбын деп айтқан уже андай бір. Мен анимеде мен ажалсызбын деп айтып қалса, ал анимені өшіре салып жүрдім. Жоқ, менде вот парадокста қазақша озвучканы хочешь, но бірақ қазіргі жүріп жатқан озвучкаларды көрсең тық дейсің ғой, короче. Аниме дүкен. Айтпақшы, анимені
осы в том числе One Piece'ті жапонша субтитрмен көресіңдер ме әлде орысша озвучкамен көресіңдер ме? Орысша. Орысша. Кім ғой? Кім еді? Аниме. Анилибра. Жоқ, кім еді? Анидап. Анидап жақсы аудара ма? Озвучка жасайды. Анау кімді? Луфидің біріншілерін аударып жүрген кім еді? Сол Знаменитый недавно вернулся и қазір қайтадан озвучивать етіп жүр Луфиді. кім еді? Сол емес пе? Ё-моё. 999 ба бір бәле. Иә, Сондай иә, бірдеңесі иә. бар, короче. Кімдер былай естіған кезде именно оригиналда жаңағы Луфидің жылап жатқаны қатты андай өте яркий озвучка да, то есть жапондықтардың сосын күлкілер өте көп екен әртүрлі деген сосын қандай деп күлетіндер бар ғой. Иә. Цезарь Клоун деген бар. сонда жапондықтарда нелер бар ғой, өзінің конкурстар бар ғой, жаңағы сол персонажға конкурс жариялайды, сонда шалдар нелер бәрі жай көрермендер келеді да қатысады. Мен олардың варианттары. Луфиді бір апа озвучивать етеді. Апа ма? Иә. Сол қызығы. Жоқ, негізі кішкентай балалардың дауысын көп салады там, или сладкий дауыстарды көп әйелдер салады ғой. Бізде мынандай не әңгіме айтып жүрген кезде біздің нелеріміз түсінсін. Сендер кімсіңдер десін. Мысалы бізде екеуі сендер әріптессіңдер ғой. Иә. Әріптес деген сөзге де мен біраз күмәнім бар. Неге әріптес? Коллега неге әріптес деп ойлаймын. Типа егер мамандығының әріптері бірдей ма? Артист, әріптері бірдей да. Не рэп жаңағы жазасын, е? Өзім Билейді десең. Стяжка қоям. Кафельдарды без уровня қоя берем. көп әйгілі нелерді без уровня. Көп әйгілі рэптердің авторысың сен, е? Қанша жыл болды жазып жүрген? Өлең жазып жүргенім. Вообще писанинаға 20 жыл болған шығар, наверное. 20 жыл? Жасың 20-да екен деп жүрсем? Жоқ, жасы 31-де ғой. 31-ге келмесе 93-сің ба? Шалсың. 94-те жүрмін. Сен қанша жыл болды жазғалы? Сол мен алды бір есептенде бір 17-18 жылдай болып қалды ғой. 30 мен сол жаңағы сендердің жастарыңа тәжірибелеріңе сұрап жүрген, бізде өскелестір ма рэп? Өскелестір ғой қазір, қаншалықты уақыт болды өскелі? Бұрында басқаша болды. 2000 Менің ойымша өсіп бастады, ол деген өзен пайда болған кезден бастап 2014-2015-тен бастап өсті. Чуть-чуть өсе бастаған соң өзен пайда болды, по идее. Иә, негізі, иә. Дархан, мен ойымша бір моментте көп, сол бір кез, біз жеті екеміз, 91, балдар енді жарып бастап жүрді. 2014-2015-тері ғой сол. Сонда менің өзім ойым, көп адамдар сөйтіп ойлайды шығар, рэп дамыған, жаңағы сондай рэп әншілер, ол тілге влияниясы бар ғой, тілді дамытуға. Бір керемет былай проблеманы обсуждать ету емес, реально маған сол айтты. Бізде мысалы кезінде әншілер дамытты, енді қазақша ән айтып бастаған кез, бірақ та рэп ол өте ерекше. Сонда мысалы біз рэптің арқасында әртүрлі жаңа сөздерді үйренуге болады. Жаман сөздерді үйренуге болады. Жаман сөздер үйренуге болады. Новый жаман сөздер жаттап алыңдар деген ма? Нақұрыс. Нақұрыс деген нені білдіреді? Нақұрыс деген оқымаған деген сөз сияқты ғой, андай қараңғы адам деген. Нақұрыс. Кей кезде қ мен х ауыстырса басқаша болып кетеді екен. Біз трек бар ғой сондай. Сондай трек бар ма? Нақұрыс болып, нақұрыс. Я где-то бір 10 жылдың ішінде рэп жақсы көтерілді бізде Қазақстанда. Бірақ әлі де аз. Бірақ та өткенмен қарағанда шүкір. Бірақ салыстырмалы түрде егерде тіпті Ресеймен салыстыратын болсаң, қазақ тілдегі рэп әлігі күнге дейін. Менің ойымша, егерде біз орысша аналогта Ресейде өмір сүргенімізде, біз бұдан арман мықты болар едік деген. Финанс тұрғыдан, басқа да жақтарынан да. Бізде енді 20 миллион халық болғаннан кейін 20 миллион халықтың бәрі рэп тыңдамайды ғой. Сондықтан бізде адам аз. Зато бізде көршілер бар. Өзбек браттар бар, қырғыз браттар бар. Олар тыңдай ма бізді? Тыңдайды. Оны бір есептейтін, замер жасайтын нелер бар ма?
Қанша аудитория бар деген. Метрді аласың да, братан. Деп прикинь. Мысалы Ташкентке барып концерт берсе аудитория жинала ма? Иә. Сонда қазақша тыңдай ма? Қазақша. Бишкекке барсақ жиналады. Былай айта алмаймын, что Өзбекстанның бүкіл қаласында там жинай аламыз деп. Ташкентте хотя бы. Ташкентте вот столица болғандықтан жинай аламыз деп ойлаймын. Бишкек, например, 5-6 рет бардық, жинадық тоже. Я думаю, что вот именно топчикта жүрген там ИК балдар қазақша істейді тоже там. Асқа иногда қазақша істейді. В силах себе купить дом и машину. Ну, ИК-ға сен жазасың ба әндерді? иә? Ну, қазір жоқ уже. Қазір чисто там помочь. Өзің шығарып жүрсің ғой? Иә, қазір өзіме. Өз-өзіңе. Сосын басқа ИК-дан басқа адамдарға жаздың? Я жазған болды бір-екі моменттер. Сен де басқа адамдарға жаздыңдар ма? Жазамыз ғой енді біз. Біз кезде Деля екеуміз бір рет гострайтер болып істеп жүрген кездері мен Деляға келіп айтамын ғой, Деля текст қаншадан болып жатыр сенде? Ол маған бір баг айтады. Мен айтамын, аз ғой, брат, түсірмейік көтерейік помнишь? Біз бірге 2 жылдан кейін жазып мен айтамын ғой, брат, бізге біз сонда бәрін негізі мен алдына бір ойлана келе бір андай ойға келдім. Негізі біздің Қазақстанның музыкасын дамуына әсер еткен менің ойымша сол қазақ рэптің ішінде жүрген балалар сияқты. Әрине. Өйткені әрқайсысы тректар жазған, иә, мысалға Артем бар, сол бір кез бар да, Деля бар, Сен бар, мен бар, Зактың өзі бір екеуін сеп саған, Райм бар мысалға да, Қаракесек бар, кім бар? Қаракесекте қанша трек жазған ба иде. Тағы кімдер бар, көп қой мысалға там. Таспайдың өзі там қаншама эстрадаға өлең сатып саған адам. И солай бір леп беріп қазақ индустриясында музыканы өзгертіп жүрген сияқты кішкене да. Свежий взгляд. Өткенде де сен өте әдемі не айттың, өткен подкастта, андай неде пандемия кезінде сапа біраз влияние болып, сапа жақсарып кетті музыканың. Адамдар мысалы үйде отырып қалған кезде ана жақта той томалаққа барып анда бірдеңе шыға бермей үйде отырып іздеп қалды ғой, әртүрлі музыкаларды зерттеп қалды, сөйтіп танып қалды, иә, біздің нелерді. Біз адамдар емес, жалпы, бізде музыканттар енді қиналды, но бізде менің ойымша тыңдармандар, қарапайым адамдар, мысалға деген. Той әнді тыңдап, уақыты болмады, бос уақыт. Сол бос уақыт пайда болған кезде, ізденіп қараған кезде жаңағындай көптеген жаңадан бір өзіне әртістер тауып алды да, мә деген сияқты. Біз мынандай болып жатыр екен ғой, оказывается деп. Бар екен ғой деп. Иә, бар екен ғой, мынандай екен ғой, мынандай туралы айтып жатыр екен ғой деген сияқты. Оған дейін оларға там тойда өлең айтып жүрген адамдар. Оған дейін енді уақыттар болмаған шығар, әркімнің күй өлең құрып. Гой деген сөз орысша аудармасы қандай? Оказывается ма? Қалай? Гой деген. Гойдың аудармасы жоқ. Ж ғой. Вот это Ж. Ж ма? Мынандай Ж. Вот это. Гой осы біздің жаңағы кім біздің деймін ғой. Рамзанның донға ұқсайды деп, ғойды қоса береміз біз қайта-қайта. Рамзанның дон жоқ. Ғой андай қосылатын жер ғана бар ғой. Ғо деп айта береміз деп. Ғой, да. Сондай ғо деген әйгілі сөз да бізде. Мен соған былай прикол болсын деп айтып отырмын. Нарутоның Оттабайо деген сияқты. Оттамайот деген. Елде әр жердің өзінің диалектісі бар ғой негізінде. Ерекше бірдің сөздері бар. Мен соған айтып отырмын да, жаңа мысалы сендердің айтқан қысқаша әңгімелеріңе қарап, бір кәдімгі аниме ғой, бұл жаңағы персонаждарды айттыңдар. Көбісін мен былай естігем, кейбірін танимын, сол бір кездер сияқты. Бізді көрермендер танымайды. Мысалы, егер біз действительно жаңа кімнің Айбектің айтып отқаны рас деп қараған кезде, ол реально бір үлкен бір дәреже, достижение, үлкен затты алып келді. Бірнеше адам. Ол былай аниме сияқты қарасақ, бір персонажда отырды да, оларда какой-то бір қиын бір әлемге тастай салды. И соның ішінде айту жан сақтаңдар, тірі қалыңдар, жарып шығыңдар, бірдеңе істеп шығыңдар. Істеп шықпасыңдар да айту осы жерде өліңдер, әлде тіріліңдер деген сияқты бірдеңе бір аниме сияқты да. Сол кезде аналар бірдеңе ойлап тауып, не істерім бірдеңе істейді болмайды. Менің ойымша бізге бәрімізге
мен алдында бүйтіп ойланып бұрынғы One Piece тректерін сияқты тыңдап, ғой. Бізде арман болды. Бізде арман болды, мы любили рэп и просто делали и все. А народ, мысалы, қиындату керек, мысалы, One Piece тоже Ну, Айбек, например, жеке какой-то пиратский команда. Мен бір өзім жалғыз жеке пиратский командам да, бізде, типа, бірақ бір-бірімізді поддерживаем всегда, типа, единомышленник деген. Сонымен, мысалы, көрермендерге, вообще халыққа соны дұрыс түсіндіре алмай жатырмын ғой. Адамдар, мысалы, сендер өздерің, және қиналған адамдар өздері қиналдық деп айтпайды. Қалай қиналдық деп өздеріне реклама жасамайды. Мен сол айтқым келгені, нағыз реально всегда керек жоқ, всегда преграда. Сондай болады да, мысалы жаңағы мысалы One Piece сияқты әлемді салыстырсақ, сәйкестірсек, сендер бірдеңе істегілерің келеді, өздерің жақсы бірдеңе жоқ, жетпейді, өздерің жақсы көретін заттарын істегілерің келеді, бірақ та жақсы көретін заттарың ешкімге керегі жоқ. Оны түсінбейді, керегі жоқ емес, оны түсінбейді. Мүмкін олар керек шығар, өте керек. Мысалы қазір түсініп отырмыз керек екен. Бірақ та ешкім түсінбейді, итере береді. Сол кезде сендер мысалы былай ойлайсыңдар, бір конкурс деген бірдеңе бар екен, конкурс. Конкурсқа қатысайық деп. Мысалы қатысты ғой бала. Сол сияқты өтпей қалды. Әдейі сол сөйтіп ойлайық, өтпей қалды. А мына жерден біреулерге аяқтан бір какой-то лейбл келді. Жүр істейік деп. Мына жерден шанс. 3 жыл потерял да, там ничего не сделал. Қысқаша айтқан солай. Сол сияқты бір аниме история болып тұр ғой мына жерде. Сонда рэперлерге әлеуметтік лифт жоқ па қазір? Мына жатымен жүрсең қазір бар сияқты, қазір бар. Жоқ, нақты бар деп айтпаймын, бірақ бір модель бар, бір қалай бір-бірден жетістеуге болады деген. Бірақ біз бастаған кезде болған жоқ. Біздің кезімізде Ашқазақ Про деген болды, оларға бүйтіп қарайсың да, осыма потолок деп ойлайсың. То есть получается сендердің былай салыстырып қалған кезде саудашылар бір жақсы товар болады ғой әлемде өтетін, iPhone сияқты мысалы. Сендердің айфондарың жаңағы әйгілі әншілер болып тұр ғой. Мысалы, сендер әйгілі әншілерге текст жазсаңдар, сендерге ақша түседі, Жаңағы не айтуыңыз арқылы қатты көп ақша таптым деп айта алмаймын. То есть сендерде жаңағы авторский неден, исполнительский неден андай проценттер ақша түспей ме? Автор болғандықтан ақша түспей ме? Ол кезде жоқ. Мен осыдан 1 жыл бұрын бір рет бір группада отырған кезде көріп қалдым. Самый разыскиваемый авторы деп шығып список. Қазақстанның бір авторлық қоғамы. Қазақ бірдеңке деген. Соның ішінде менің атым адам басталады ғой енді. Мен екінші түрім да прям. Бірінші ма или екінші түрім? Айбек Жаныспаев деп. Мен ойлаймын ғой, неме үшін зияқ қалды деп. Соны біз хабарласам, шын оқиға осыдан 1 жыл бұрын. Хабарласам айтам, қалаларыңыз қалай? Осылай. Мен осыны разыскиваем. Біз сізді ұзақ іздеп жүрік, осылай офисқа келіңіз дейді. Офистар Сатпаеваның бойында. Жарокова Сатпаева. Сен авторсың. Мен барам Жарокова. Соны айтам, не болды анам десем, вот сізге типа не үшін іздедіңіздер десем, сізге отчисление дайын тұр, типа отчисление түсті, соны типа берейік дегенбіз деген сияқты қылдырып айтады. Мен ойлаймын ғой, енді мен қаншама жыл бойы ешқандай авторский қоғамға мен тіркелмеген. Бірінші рет бұл тіркеліп тұрған, еще разыскиваемый деген жазып список. Мен ойлаймын ғой, мен бір нормальный бірдеңе істеп қойған шығар. Бір нормальный. Мен шыны керек, ойладым, нормальный ақша жиналып қалған шығар. Сындың ба? Хотя бы, Сындың ба? Сол қол қоям дедің ба? Соны айттым, короче, давайте көрейік дедім соңын. И 1 жыл сұрап жүрдім ғой ақшамды. И соңын алдында салып жіберді 9000 теңге. 9000? Қалай есептегенін айтады? Білмеймін. Көрсетпей ма ашық шыны керек, мен айтам. Сенің әніңді осынша рет тыңдады, сен осы теңге алдың. Жоқ, қанша жыл бойы. Жоқ, ол жақтан емес қой. Есепті Ол көрсетпейді. анау Автор қоғам айту. Мен бір досым болған бұрын. Біз қасымда жүретін, андай ДАМАЗ сияқты машинамен всегда и қағазға толы. И бір кафешаларға кіріп кетеді да. Тық, и ақша алып шығады, короче. Оказывается, ана жақта оның какой-то оның несінде перечень өлең бар, сол өлеңдер на кафешкада ойнаса, соған дәл солай радиода, и соған по идее бізде бір 1-2 миллион теңге жату керек, по идее. Бірақ оны жаңағы авторский қоғамда істейтін Қазақстан ғой. Қоғамда істейтін жігіттер қалтасын салып, там айлық ретінде көріп жүр оны. Мен мысалы 1 жыл жүрдім, еще мен бір жазам, бір 3 ай сайын жазып қоям. Не болып жатыр дейм, бухгалтер жоқ, анау жоқ. Короче, сол жерде бір күн жаздым, мен ағайындағылар не болып кетті? Мен 1 жыл болды ғой, мен 1 жыл күттім ғой сіздерді, кішкене қалай дедім да, мен ашуланып кеттім. 1 жыл болды ғой, мен 1 жыл күттім. 1 жыл болды ғой, мен 1 жыл күттім ғой сіздерді, кішкене қалай дедім да, мен ашуланып кеттім. 1 жыл болды ғой, мен 1 жыл күттім ғой сіздерді, кішкене қалай дедім да, мен ашуланып кеттім.
эми маған қызық та, просто қанша шыққан қызық болып тұрды да, мен ойладым шыны керек, менде ана жерде прям бүкіл нем деген сынып қалды ғой сол жерде. Дедім да. 9.000 теңге түскен кезде еще маған бүйтіп қойды, басқа банктен түседі деп. Типа андай картаңызға Каспийға. Сол басқа банктен маған 9.000 теңге түсті. Мен біреулерден звондап сұрап жүрмін. Сен брат, сен маған салып жүрген жақсы. Не үшін 9.000 теңге салып сенбей жүрмін да 9.000 теңге екенін. Мен тұрдым да 9.000 теңге, салам алейкум. Вот недавно тоже дос балам тоже сол жаққа типа заобщался с ними, и они говорят, что типа вот Молданазар они ищут типа. И Молданазарға да 9.000 теңге бергісі келіп жүрген шығар примерно, да, получается. Әртүрлі не бар, бізде қазір айтады бәрін қосты, қандай қазіргі жаңа министр культуры бірдеңе, олар жаңа заң шығарыпты. Авторлық қоғамдар өте көп екен, оның бәрі беспредел, там дұрыстау мүмкін емес. Бәрін бірдеңе деген общий қылдырайық дейді да. Сол кезде бәрі жақсы болады, жаңа авторлар, исполнительдер бәрі жақсы табатын болады деп уже очередной уәде беріп жатыр. Оның бәрі жұмыс істемейді, бәрі. Мысалы, сендер жазған кезде акт передачи бірдеңе, прав деген смежный, бәрі сондай қырттар бар. Жазасыңдар ма сондай? Негізі кейбір әртістермен жазалады, кейбір әртістермен жасалынбайды бұл нәрсе. Сол жерде бір гәп бар, өйткені мен сендерге бір секрет айтайын. Сол праваны алған, жаңағы мысалы, даже аранжировкаға, текстке, әуенге, андай-мындайға, исполнительдерге, мысалы, бір группа, әлде бір исполнитель, продюсерлік орталықта болатын болса, исполнительдердің өзінің правасын алып алатын продюсерлер бар. Или орталықтар. Олар өте жақсы табады. Мысалы, бір орташа әйгілі әнді алайық. Орташа әйгілі әні бар, бір айтайық, даже үшеу емес, 2-ақ әйгілі әні бар, орташа. Кварталында 1.000-нан 2.000 долларға дейін алады. Квартал. Осындай әңгіме естисің да. Барасың 9.000 теңге жіберген кезде ойланасың да. Авторский жаңа қоғамнан ала ма? Бірақ қоғамнан. Бірақ қоғамнан алады ол үшін. Бірақ қоғамнан. Мысалы қараңдар. Қайдан менің ақшам, Кәнмен теңгем. Натуре ғой, Не айтып қалым, орташа әйгілән. Орташа әйгілән. Бізді стриминг қана құтқарады. Сосын тағы бір әсте бар. И выступление. Жаңағы ән, әр әннің өзінің әйгілі уақыты бар ғой. Сол бір 3 айдан кейін, тіпті 1 жылдан кейін несі азаяды ғой. Азайғанның өзінде 1 жылдан кейін менде топтар болған. Сол жақтан мен зерттеп жүріп, жаңағы қоғамдармен әңгімелесіп жүріп қарадым да, сол жаңағы цифрларды. 1 жылдан кейін жаңағы әйгілі, кезінде әйгілі болған ән несі түсіп қалды, там ротация азайып қалды бәрі. Сонда да кварталында кем дегенде 40.000 теңге, 50.000 теңге түсіріп береді. Бір аған. Кварталында 40-50 мың теңге деген. То есть уже бұрында уже қалыптаған 9.000 теңге бүкіл өмірге беріп жатыр ғой. Жоқ, бізде сол ғой. Білмеймін, мысалға бірде-бір не жоқ. Бұның бәрі менің ойымша прозрачно болу керек та. Да, просто видишь, бізде бұған келіп, бізден де қателік. Өздерін талап етілу керек. Біз талап етіп, спрос болмаса, кто нам сделает? Білмеймін да, ол қалай есептейді. Білетін адам табу керек онда. Ждите, скоро я приду за своими бабками. Где мои деньги? Бір адам таптым, мысалға, адвокат таптым, мен оған нормально ақша бердім, мысалға, грубо говоря, бір 200-300 мың қолда саттым, бар 9.000 теңгені алып тұрғанда. Адвокатқа бір 200 мың теңге бергенсің да? 200 мың теңге, қарыз болып. 181 мың теңге. Каспийіңда кредит шығып тұр дейсің ғой. Одобрено. Ой, братан, дальше судимся. Ең соңында бітті, қой, платформалардан пайда бар ма? Соның арқасында қазір. Сол мен осы әңгімені көтеріп отқан себебім осы жерде жаңағы халықтың санында емес, концертке келетін адамның санында емес, осы жерде ең үлкен соны жөндеп жүрсек. Енді мысалға бізге неге мысалға мен өз басым или там индепендент дейді ғой, мысалға жаңа независимый артистпін да, автормын, менде мысалға ондай мүмкіндік те жоқ та. Енді біз уақытында жазамыз, біз қолма-қол ақшамызды аламыз, мысалға сол уақытта. И авторлық қоғамдар мысалы шақырады өздеріне, біз барамыз, и тут бізді де как будто, грубо говоря, наебывают. Бір сөзбе айтқан кезде. И сен ойланасың да, қойшы дейсің. Олармен уақыт жоқ қой, мысалы менде бала-шаға бар, жұмыс бар, басқа тірлік бар, басқа ән бар, басқа нәрсені ойлауға уақыт
иә табасың да ананы және болыпты өздерің боқтарында өздері жүре ол берсін просто дейсің. видишь тоже біздің системаның чуть-чуть несі ғой ақаулығы ғой, ну типа бізге керек болмаса мен таңқалатыным мысалға неужели осы уақытқа дейін біз ғана сондай ұрпақпыз осы нәрсені ойланатын деп ойланамын. Неге үлкен буын ағалар сондай нәрсені шешіп дайындап қоймайтын да? Ағаларға не болды? Оларға типа әркім, грубо говоря, түбінде әркім барып өзінің ақшасын алады да кетеді, короче. А это системаны жөндеуге ешкім уақыты жоқ. Сенің мына әңгімең бар ғой, жаңағы бір несправедливость болады ғой. Сол кезде бір адамдар айтады ғой, әкімшілік қайда қарап отыр деген сияқты. Ол күлкілі нәрсе ғой. Әкімшілік всегда левыйға. Әкімшілік істеп жатыр осының бәрін деген ба? Әкімшілік қайда қарап отыр? Осыған қарап отыр әкімшілік, міне. One Piece қарап отқан шығар, может, әкімшілік. Кім біледі? Біздің бұған дейінгі аға буындар сіздер не істеп кеткен? Чоза кипиш. Чоза бардак, но біздің қаласы ғой, біз странада. Саясатқа қарай кеттік те. Білген да. Жарайды, мен ең соңғы сөзді айтайық та, жабайық, мен мынаны айтқым келгені. Әртүрлі мысалы әншілерде, актерларда, әр сондай салада, өнер саласында жүрген адамдарда соларды қорғайтын жаңағы менеджер, агент деген адамдар болу керек. Сол агенттердің несі, вообще сондай адамдар дамыса, сондай адамдар келсе, бүкіл проблема жөнделеді. Өйткені әсіресе өнер адамдар, жаңа кім Айбек айтпақшы, сондай заттарды қатты аңғармайды, оны не разбирается. Мысалы, адамдар, бір адам сауда жасай алады, бір адам сауда жасай алмайды. Басқаға бейме, сол сияқты агент, жаңағы продюсер, менеджер, олар былай бірдеңені жұлып алады да, бір добиваться еткен жақсы. Сол да бізде мысалға елде всегда біздің елдің үлкен проблемасы осы да. Бізде мысалға өзіңдікін сен саған тиесілі нәрсені саған тиесілі заңмен нәрсені сен барып сон тұлып алу керек. Күшеніп төбелесіп жүріп алу керексің. Сен төбелесіп нервтеріңді қалдырып қайтасыңдар. Айтып отырмын ғой, бейім емессіңдер. Өнер адамдар көбінесе сондай заттарды жасай алмайды. Агент әлде бір басқа бір адам болу керек жанында. Менеджер. Сол менеджер қасқыр істеп алады. Солар қасқыр болады. Олар жаңағы керек адвокатты табады, керек жеріне кіреді, содан кейін барады да, керек адамдармен төбелеседі. Системаның көзі бойынша ол адамдар қазір, жаңа сен айтып отырған адам, ол жаңа авторлық қоғамдар. Демек авторлық қоғамдар жаңа агенттің функциясын атқарып отыр ғой ол жерде. Авторлық қоғамдарға барып жаңағы бізді представитель енді авторлық қоғамдар өздеріне бүкіл нені өкілетін алып алды. Міне біз сендердің әндеріңе біз жауап береміз деп алып алды да. А оларға ешкім барған жоқ. Сосын олар айтады, бізге ешкім келмеді, онда ақша кетеді. Жалғас, мен сені басқаша айтып берейін. Авторлық қоғам не үшін біздікін алып отыр? Бізде өзімізде бар ғой, өзіміздің. Сенің сөзіңді басқаша айтайын. Авторлық қоғам ашайық деп бір топ адамды жинады да. Ашайық, не үшін ашамыз деген кезде? Бір әншілер деген бір бар екен ғой. Соларды алда өте оңай, сондықтан ақша оңай келеді, сондықтан авторлық қоғам ашайық деп ашқан адамдар. Менше осы жерде просто ақшаның айналымын есептеу керек сияқты. Bir жылда қанша ақша айналады? 2 миллиард айналма, 3 миллиард айналма, 5 миллиард айналма. Оның бәрі білмейміз ғой. Оны соны білетін адамдар болу керек. Сондай нәрсе. Оны айтпайды да ғой. Оның барлығы жазылып тұру керек қой. Авторлық қоғамның сайтында жазып тұру. Бізде 1 жылда осынша айналым болды. Барасың там, Айбек, нейтрон деп өзіңе басып қаласың, саған мынанша ақша тиесілі өзің кабинетіңде. Жоқ, просто мысалға стриминговый площадкаларда үлкен мысалға Believe, мысалға үлкен компанияда мысалға любойын ашып қарай аламын мен қазір даже. Любой әнді мысалы мен қараймын да, қанша маған алып келіп жатыр, қай жерден түсіп жатыр, бүкіл бәрі прозрачно жазылып тұр да, көрсетіп тұр. Отчетты любой момент сен выгружать етіп ала аласың. Мен айтып жатқаным, мысалға олар өздері мысалы квартально саған ақшаны өздері де жіберіп тұрады. Бірақ та олар өздерінің ғана платформасы бар. Қазақстандық авторлық қоғаммен байланысы жоқ. Жоқ, ол түсінікті ғой. Мен айтып жатқан нәрсем жұмыс істеудің системасын айтқым келіп жатқаны. Яғни авторлық қоғамдар әлі күнге дейін осы нәрсеге жете алмай жатыр да. Мен саған айтайын, жаңағы Believe-тің агенттері қағазбен бірдеңе жазатын сияқты олар. Believe-тің жаңағы нелері, системасы цифровизацияға өте сол керек та болды. Сол, біздікілер әлі қағазбен там реферат істеп жүрген сияқты ғой. Жаңағы сендерден, жаңағы платформалардан түсетін Apple Music андайлардың түсіретін процент,
нағыз авторлық жаңағы неден түсетін проценттен әлдеқайда аз. Егер жаңа Белевтің болсын басқа нелер мына авторлық қоғаммен разбираться етіп сендердің праваларыңды, сендердің ақшаларыңды қорғай алса, сендерге өте көп ақша түседі. Сонысымен проблема сол жерде тұр. Платформадан ол прозрачно, ол жерде кәдімгі көрініп тұр, жақсы ақша, айтуға ақша түседі екен көрініп тұр. Бірақ та Қазақстанның ішіндегі нағыз авторлық қоғамдармен жаңағы байланыстыра алса, ол жақта сендер больше денег, да? Больше, намного больше денег түседі. Вот сол жерде проблема тұр, да? Почему это? Ну, Авторлық адам қоғамдар. керек қой, грубо говоря, который этим будет заниматься. Авторлық негізі, иә. қоғамдар. Есболатты жіберейік. Менің инстаграмыма кіресіңдер. Ана жақта Амиржан деген номер бар, соған звондайсыңдар да мен ақшамды әкеліп тастаңдар. Үйдің алдына алып Иә, кетсе. адресті беремін. Амир Я, шеше. 18 Или каспиге лақтырып 18 жібереді. теңге әкеліп тұрмын. Бүкіл өміріме. Бүкіл өмір. Біздің Бүкіл өмір бойы. Вот қанша жыл жазып жүрмін, өлең қанша болды? Бір 15-20 жыл болғанша 20 жыл жазған 9000 теңгемді әкеліп тастаңдар. Авторлық қоғам. Мен жесткий, ертең хайповать етесіңдер сендер. Сол, біз мына жерде уже жарты сағат әңгіме кеттік. Біз жаңа творчество дейміз, бірдеңе өсу, тіл даму, музыка даму дейміз. Сол осында проблема бет қазып қалған кезде сонымен миын шіріп, Сразу жаңағы өнер қалып қойды да, сол өспей қалатын себеп сондай ғой. Андай уже кіріп, андай уже ол бардакты андай реттегің келмейді да уже. Иә. Саласын болды. Ал тек стримингпен күн көруге бола ма? Вот. Қалай, Енді ремейк прям деген ол мықты деп Стриминг, айта алмайсың, стриминг. бірақ көруге болады негізінде. сол Жақсы тек қана ән күн көруге болады. Көруге болады. Подвалды тұрасында былай көресің күнді былай. Иә, бір Терезеден күн көресің. үш айда бір рет бір терезе ашылады жоғары жақтан. Өбет мен арқама күннің татуировкасын салып қоямын да. И сендер менің арқамда күн көресіңдер. Сол қазақша сол сөздердің өзінде бір қандай жазған е? Мысалы, тамақ ішуге бола ма? Соның арқасында тамақ ішуге болады деген сөз емес қой. Соның арқасында күн көруге болады. Иә. Күн ғана көресің да, өзіңнің қарның аш та. Сол күн көріс. Аниме деген. Окей, One Piece туралы бір мынандай бір Мен үшін тұжырымдасақ. One Piece'тің егер параллеліне алып келетін болсаң, мировой правительство авторский сообщество болып тұр. Қазақстан мировой правительство болып тұр ғой. Им сама Тоқаев қой брат. сол ғой сендердің жаңа мен айтып отырмын ғой, авторлардың бір командасы болса, сендердің антагонистерің кім? Мысалы, бір антагонист таптық, авторский сообществолар. Екінші антагонист менттарына. Халық қорғаушылары. Fuck the police. Fuck the men. Fuck the ments. Yeah, fuck the ments. Кстати, я хотел стендап про вот так блог стендап біздің нелер сотрудниктар туралы и соңында выступить реформы полицияға. Әдем болады негізі. Да, ну просто натурально там қарны бар мужиктар не істеп жүр, мент болып. Иә, анда бір фотолармен иллюстрация қылып әдем жасап. Иә. То есть қандай Ақиқат сондай фото. история ма? Стендап деп жатыр ғой. Сол менде полициямен байланысты көп история бар да, солардың барлығын бір юмористический блокқа жинап. А сен стендапқа шығасың ба? Иә. Соның бәрін бір юмористический блокқа жинап, соңында бір полицияның реформасы туралы бір сөз айтып жібергім келген. Күшті. Андай қызық нәрсе да, мысалға менде бір рет тоже бір заңмен байланысты, енді жалпы мент пе, полисмен бе, қалай қазір, иә. Солармен, короче, бір келіспеушілік болып қалды да, сосын артынан үйге келіп ағам айтып жатырмын да, енді үйдегілерге осылай болып қалды, осындай деп, жаңа штрафын төледім десем, анандай жаңағындай енді бере салмадың ба, бірдеңке деп мысалға айтады. 5000 теңгесін сатып 5000 теңге сатып жүрмедім ба деп. Содан короче, содан кейін басқа бір айтады да, вот мен уже ана алдында ұстанып қалдым, сөйтіп жаңа 5000 теңгем беріп едім, әрі бері деп айтқан кезде жаңағындай. Енді ол да байқұс күнін көріп жүр ғой дейді да. Ма сол дейді жаңағы. Сол ғой, бәрі өзінен басқа. Елдегі полицияны просто обесценивает. Олар да күнін көріп жүр ғой, оларға да оңай дейсің ба дейді. Мен базар жоқ.
Айбек, сен айтпадың ба 5000 теңге берсем 4000 теңге қалады деп. Мен саған 5000 теңгесін берсем өзім 4000 теңгемен өмір сүремін ба? Баяғы 9000 теңгемен келе жатырмын өзім аяқтан ашуланып. Еще оны басқа банктан жіберіп жіберді, комиссиясы бар 200 теңге. сөйтіп Айбектің 9000 теңгесі бір мем болып қалды болды. 9000 теңге деген. Трек шығарамын ғой. Авторский сообществоға барып 9000 теңгеден алып алып бір донер жақ қайтайық. Сол. Рахат бір күн өмір сүрдім ғой. Бір күн көріп қалдым. Бір күн емес, бір 15 минутқа. Мынандай не тұжырым жасайықшы. Мынандай бір сөз бар ғой, One Piece is real деген, иә? Сендер өз ойларыңнан шығарыңдаршы, One Piece туралы бір сөйлем. One Piece One Piece деген не сендер үшін деген сияқты, типа бір-екі сөзден. One Piece деген керек жоқ, біраз терең. Біліп болам ол. Қалдырасыламыз. Осылай қалдырайық та. One Piece деген. One Piece деген. One Piece деген. Емес, One Piece деген. Или One Piece деген керек емес. One деген керек емес. Не вообще ол ағылшын сөз ба? Peace деген сөзден шыққан ба? Иә, One Piece. Бір әлем, иә? Бір бөлік. Бір кусок. И peace. типа сол атынан Мен анау мен мир деп А, ну мир да ішінде ғой. Один мир. Тол да бар ішінде. Один кусок, один мир ғой, короче. Неге один кусок? Өйткені жаңағы айттым ғой, анау бүкіл островта бөлініп кеткенде, и Луфидің может арманы сол островтың бәрін қайтадан қосу дейді. Я бір әлемге. Бір әлемге. Сол баяғы не шығып тұр, жаңағы 5 империяда болған кезде Қытайда жаңағы Цин ба, бір император бәрін қосқысы келеді, 7 империяны. Сол сияқты жаңағы кімде таныстың көзі бәрін құртып бір не әлем жасағысы келген. Сол баяғы не сондай әлем жаулап алу ғой. Повод ба? Бірақ та мен былай қарасам, Завоевательдер. кімдікі Луфидікі мықты сияқты, басқасына қарағанда. Завоеватель емес сияқты ол. Ja, ол завоеватель емес, ол наоборот, ол бүйтіп барады да, сөйтіп та кетіп қалады, и потом оның артынан наоборот 5000 адам, біз Луфидің артынан жүреміз, біз Луфидің командасымыз деп өздері подписаться етіп алады. Өзі добровольно, иә? Просто типа бәрін бір жерге қосу деген бұл теория ғой әзірге таңда. Например, флот Луфи бар да, ол флот Луфи ол миллион пираттарды құтқарғанда Луфи. И то олар емес, типа главный цели оларды құтқару емес болғанда, оның главный цели кетіп барады әшейін құтқара саған. Иә, братанның фруктын, қайтыс болған братанның фруктын ұтып алу болды да, короче. И ол по пути көп пираттарды спасать етті, короче, 8. И сол пираттар 5000 адам болып жиналып, біз флот Луфиміз деп, короче, қолға қозғалып жүр. И қазір ол сол 5000 адам ішінде неше түрлі малдар бар ғой. И олар неше түрлі дұрыс емес заттар істеп жатыр да Луфидің атынан, короче. И Луфиға қазір неше түрлі зуб ташитып жүр, типа вот. Наяқта, короче. Олар Луфидің атынан дұрыс емес заттар істеп тап жүр да, короче. Я он даже ол даже білмейді Луфи, ол ондай команда бар екен. екен. Еще былай болады, еще Луфи айтады оларға, типа, жоқ, керек емес дейді. Маған болмай-ақ қойыңдар дейді. Маған 10 адам жетеді. Я, маған керек емессіңдер, сендер 5000 адамға айтады, керек емессіңдер, бара беріңдер дейді. Анау қоймайды ғой сакесін. Шик деп анау өздерінде обычай бар да, типа, сыновья деп айтады да өзі. Брат болып саке ішеді бірге. Сонда действительно абсурд. 5000 адам бүйтіп қарап тұра ма? Иә, керек жоқтан кезде кетіп қалып бер. Жоқ, бақанса тұр ғой. Артынан. Иә, артынан қалмайды ғой. Артынан қалмайды. И анау болмаймын десе де, онда біз бола береміз. Онда біз өзіміз. Вакансовке Луфи шаршаған айтады ғой, өздерің біліңдерші не істейсіңдер деген сияқты қылдырады ол. Он согласился дейді. Луфидің түрі бар, корабль істеп алып, короче, двигаться етіп жүр ғой. Сонда былай ести отырған кезде мен как раз сырттан ғой көрмеген адам. Луфидің қызықтығы, жаңағы адамдар, командасы еркіндігі, өте еркін бала ғой дейм, иә? Еркін, с ним хочется тусить, с ним хочется быть, с ним хочется двигаться. Ештеңеден қорықпайды. Независимый, иә? Өзін қалаған. Иә, сам бір қыз, например, там бір қыз бар, бүкіл әлем жақсы көретін бір қыз бар да, Хэнкок деген. И оны бар жақсы көріп қалсаң, ол қыз сені тасқа айналдырып жүреді, короче. И Луфи оның көзіне қарап тұра береді, смен алғыз. Тасқа айналдырып жүрген дейді Луфиға, бәрібір не істеп жатсың? Ал ол қыз потом Луфиді жақсы көріп қалды да, и Луфиға күнде тамақ алып береді, Луфиға бәрібір, короче, тамағын жеп жүре береді. Ол қыз ойлайды, что она в отношениях с ним, а Луфиға ол қызға, короче. Он даже не знает об этом, да? Аниме Текен. Окей, онда действительно күшті әңгіме болды. Сендердің келгендеріңе, әңгімелескендеріңе рахмет. Бізде соңғы бір, біз нені өз елімізді ұрса береміз, соңғы бірдеңе есіме түсті да. То есть, миыма келді да.
фруктылар бар ғой жаңағы жемістер, сондай сиқырлы жемістер келіпті Қазақстанға. Бір жәшік. Ішінде әртүрлі күші бар жемістер бар да. Сол жеміс бала түскен Қазақстанға. Қазақстан арал дейік. Сонда жаңағы бюрократия, жаңағы коррупция, жаңағы парақорлық, солардың арқасында жемістің срогі өтіп кетіп, жаңағы шіркепті де жемісті. Солардың арқасында шенеуніктердің балдары жүр дейтін ғой, резинт қолмен. Басқа связьдары бар, ақшасы барлардың чисто. Адамдарға жетпей қалған. Бәрі шірген адам. Сол сияқты жарайды, все, болды. Енді дұрыспаймыз ба ешкімді? Енді орысып шашады. Ұрысқанда емес, бәрі менің ойымша бәрі өз орнымен. Бәрі өз орнымен, уақытымен келатыр, әрине, типа бұл айта беруге де болады. Мен негізі бұрындары өте қатты жаңағыдай біздің елде системаға қарсы деген сияқты өзімде ойлары болатын көптеген. Уақыт өте келем, бәлкім ақыл тоқтатқаннан кейін ба, білмеймін. Бәрі өз уақытымен келатыр деп ойлаймын. Сенің өзінің жұмысың, өзінің істеген үлесің, сол кейін бір какой-то не пайдасын алып келеді, жаңағы өсуге, ел өсуге. Менің ойымша келешек, мен енді жалпы менің өз басым үлкен бір арманым, енді ол кейін мысалға біздің артымыздан ерген мысалы рэп қауым болса, рэп інілер болса, мен соларға максимально көп көңіл бөлгім келеді да. Яғни олар бізден қарағанда көбірек тауып, олар бізден қарағанда көбірек ат иметеді, көбірек елдерге барып. Если біз трехкомнатный или двухкомнатный 2 бөлмелі пәтерде тұрсақ, олар особняк коттеджде тұрсын. Сондай сияқты. Сол сендердің Деньги не главное. Но авторские праваны жаңағы адамдар, деньги не главное болса да ақшамды әкеп тыңдыр. Деньги не главное, но сендер Да, деньги не главное, но постар ақшамды әкеңдір. Айтты бір баға сіз кете береді. Өте жеңіл тілді. Неде менде соңғы сұрағым бар. Не бір айтқым келді ме? Қандай просто жаңа боқтық сөздерде бір өзінше бір энергиясы бар, деп айтып қалған кезде өзің кайф болып қаласың. Әдемі болып қаласың. Жеңіл сезім қаласың. Да, андай бір айтпесе біреуге там деп айта алмай қаласың. Сол ішінде бүйтіп күйіп былай. Ал боқтап жүрсең нормально болып қаласың. Боғауыздың да бекерден ойлап таппаған сияқты адамдар. Аузында қалса жаман болады, дәмі шығып тұрады. Сол шығарып тастау керек, Менде мен өзім аса қатты боқтамауға тырысамын, негізі. Өтірік соқпашы. Мен кс ойнап көріңдер. Мамасынан кіріп, папасынан шығады бұл. Аниме дүкен. Мынандай, бізде главный не 5 па, сондай бір ең басынан бастап жүрген не бар? Персонаж командада 10 болып кетті дедіңдер, 10 кісі болып кетті де. Бүкіл жаңа командада персонаждар кім, екеуіңде бір-бірден кімге ұқсатасыңдар өздеріңді? Луфи ғой. Мен 2004 жылдан бері көрем. Может даже я косил под него, өзім білмеймін. Кім бас киім көрсін деме? Может быть. Кім сен қандай? Мен үйім бәрі One Piece, но біледі ғой. Так. One Piece-тан ба? Маған білмеймін, егерде сен Трафальгар сияқтысың. Трафальгар маған Зак сияқты. Да, өйткені у него да больше такой андай типа андай нормированный, андай успокоенный, типа андай несі бар команда. Анау больше кім еді анау? Кім еді ата? Қызыл бар ғой тағы. Шашы қызыл. Вот это, как его? Магнит, человек-магнит, да? Да. Ол кім сен ба? Кит. Китсің сен. Китпін, әндерім хит десің. Мен өзім китпін, әндерім хит. Океанда кит. Апамнан қалған кит десің. Миражда пит прин. Хантарыс пит. Хорош. Аниме дүкен. Рекомендация көшейік онда? Рекомендация. Так. Курасава деген полнометражный аниме бар. Голодомор в Японии туралы көріңдер. Жаңада шыққан ба? Жоқ, 2098 жылғы ма? 97 жылғы. Курасава, жақсы екен, тақырыбы жақсы екен. Курасава мет? Курасава деген ол не ғой? Автор аниме же он? Нет, сондай. Короче, жазып жібереміз. Короче, мен комментарийда жазып кетемін. Описаниеда жазып жібереміз. Сұраған адамдарға ешқаға жазыңдар десең. Курасава емес,
короче тауып Геноцид туралы ма? Жоқ, Голодомор в Японии, Голодомор. да. Короче, Андай бала туралы емес па, ағайынды кішкентай? жоқ, бірақ бала туралы, андай елдің бәрі, короче, Голодомордан адам жеп бастайды да, короче. И мысалы Голодомордан бір адам туылады, который туыла салып мамасын жеп қойған, короче. И ол, наоборот, типа, зверьден адам болады, а адамдар, наоборот, зверьға айналып баратқан заманда, короче, типа. Сол Голодомор демекші біздің Голодомор туралы нетейік, енді тағы бір 2 сағат әңгімелесек. Ойнақтан тағы келу керексіңдер ғой деймін. Өйткені бізде жаңа бір тақырып ашқан кезде кете береміз. Келесі жол Нарутоны ашайық. Қазір бізде Жоқ, Наруто это попса. Наруто, да, это попса. Екіншіден вообще непонятна концовкасы. Наруто вообще. Сусанадан өтпейді, сонда оның галлюцинациясы. Мен түсінбей бар просто. сол ғой. Баруто не істеп жүр, хуй пойми вообще, блин. Сол ғой, енді міне тағы бір сағат әңгіме. Не қоштасайықшы тез. Әйтпесе созылып кетіп барады. Иә, өте мықты қонақтар. Ол өтірік жай бір әңгіме емес, өте қызықты болды. Өздерің ұнады ма? Әңгіме Қинап қоштаса екен дейді. Иә. Айтып сол баяғы бізде регламент бар, өкінішке орай. Бұл аниме дүкен, көргендеріңізге рахмет. Сол бізде көргендер бірнеше адам, біз танымаймыз адамдарды. Кім көретінін білмейміз, бірақ та көретіндеріңізге рахмет. Бүгінгі тақырыпты бір керемет терең нәрсе талқыладық. Сіздермен бірге болған Айбек, Ануар және біз екеуміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.